Қайырлы күн оқырмандар, математика сабағы 115-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз ұсақтау және төлем жасау. Бірінші есеп. Әлия мен Сырымның әмияндарында бірнеше монетадан бар. Әлия қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін және Сырым не сатып алуы мүмкін дейді. Әлияда 100 теңге және Сырымда 60 теңге бар екен. Әлия 100 теңгеге орамжапырақ, асқабақ және алмұрт алуы мүмкін, немесе қияр мен орамжапырақ қана алуы мүмкін. Ал Сырымда 60 теңге бар екен. Сырым лимон мен алмұрт алуы мүмкін, немесе өрік пен асқабақ алуы мүмкін екен. Жақсы балалар, екінші есеппен назар аударайық. Суреттен екі тауарды таңда және олардың бағасын айт дейді. Есептер құрастыр және шығар дейді. Мысалы, өрік 30 теңге, қияр белгісіз және өріктен 20 теңге артық. Шешуі: 30 қосу 20 тең 50 теңге. Сонда қиярымыз бізде 50 теңге тұрады екен. Солай кему есебіне де және барлығын табатын есепке де ары қарай өздерің құрастырып шығарыңдар балалар. Үшінші есеп. Теңдік пен теңсіздік құрастыр дейді. Бірінші 15 пен 20 санын салыстырсақ, 20 бізде артық екен. Және 13 пен 15-ті салыстыратын болсақ, 15 артық. 40 пен 50 саны артық екен. Және 50 мен 50 бір-біріне тең екен балалар. Төртінші есеп. Суретке қара дейді және қай арбадағы тауар ауыр. Барлық тауардың массасын есепте. А нұсқасы, Ә нұсқасы және Б нұсқасы берілген екен. Бірінші суретте А нұсқасында барлығы жемістер, көкөністер 10 кг. Екінші суретте 4 кг және Б нұсқасында 9 кг екен. Сонда ең бірінші А нұсқасындағы тауарлар ауыр екен. Және ең жеңілі Ә нұсқасы, Б нұсқасы орташа. Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.